Ғазиза қарындас, күйлер бағдарламасына қош келдіңіз. Мен өткен жылы еңбек демалысына шығып, осы елге келген сапарымда жергілікті теледидардан берілген бағдарламалардың ішінде осы сіздің тартқан күйлеріңізді естідім. Сіз бұл шығармашылыққа, күйшілікке қалай келдіңіз? Осы бағдарлама тыңдармандарына осы өзіңіздің творчестволық шығармашылық жолыңыз туралы, өзіңіздің орта ұстаздарыңыз туралы кеңінен толық айтып берсеңіз. Енді қай қазақтың баласы болмасын, әу демейтін қазақ болмайды дейді. Енді жаңағы ата-бабаларымыздың жолын қуып қолға ұстаған осы қос ішекті домбырамызға ұстауыма жалпы енді себеп деп айтсам артық болмас. Мына мектеп жанындағы жүргізіліп жатқан үйірмелер деп ойлаймын. Көркемдік жаңағы көркем өнерпаздар үйірмесі деген болатын. Мектепте мен өзім Жыңғылды жаңағы ауылындағы Маңғыстау облысындағы Жыңғылды ауылы деген ауылда мынадай кәдімгідей көркем өнерпаздар үйірмесінен бастадым. Сол Жыңғылды мектебінде өз мектептің өзінің аталуы сол ұлы күйшіміз Есір бабамыздың атындағы мектеп. Сондықтан да сол көркем өнерпаздар үйірмесінің жанынан құрылған оркестрдің өзі негізінен Есірдің күйлерін дәріптейтін. Сол Есір Айшуақұлы. Есір Айшуақұлы деген Шоңай мектебінен шыққан күйші. Сол кісінің күйлерін тыңдап өстік. Әрине ноталық сауат болған жоқ. Сол күйлермен өсіп, одан кейін өнер жолында жаңағы Маңғыстау өнер колледжінде Ақтау қаласындағы. Сонда жалғастырдым. Ол жерде Аманжол Самықов деген ұстазда дәріс алдым. Одан кейін 4 жыл сол өнер колледжінен кейін Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы консерваторияның Айгүл Үлкенбаева доцент, Қазақстанға еңбек сіңірген артисі, Дарын жастар сыйлығының лауреаты Айгүл Нариманқызы Үлкенбаеваның класына оқуға түстім. 4 жыл сол кісіде дәріс алдым. Ары қарай 2 жыл ассистент стажерлікті сол кісінің класынан бітіріп шықтым. Мына қазақ күйлері деген өзі бір терең философиялық өте бір керемет құдіретті дүниелер ғой. Осы күйді шығарған күйшілердің ішіндегі ерекше тұрған жарық тұлғалардың бірі Құрманғазылармен қатар айтылатын, Қазанғаптармен қатар айтылатын үлкен тұлға, жарық тұлға бұл Дина күйші. Дина Нұрпейісова деп бізде оқытты көп жылдар. Енді ол шындығына келгенде ол Нұрпейісов ол кісінің әкесінің аты емес. Ол бөлек тарих. Осы Дина күйшінің шығармашылығына тоқталайық, Ғазиза. Дина күйшінің күйлеріне тоқталайық. Дина күйшінің күйлерін тартыңыз. Динаның Қара Қасқат деген атты күйі, бұл өзінің бала кезінен бері қарай өзінің дара мінетін Динаның өзінің аты екен деп айтады. Оны ұзатылғанда да өзінің артынан әкесі бірге ұзатып жіберген екен дейді. Сондықтан да ол өмір бойы сол Динаның қасында болған. Енді аттың өмірі бір 20 жыл болса, сол 20 жыл өзінде болған ғой енді. Өзінің несінде болған, құзырында. Жалпы күйдің өне бойында осы аттың шабысы бар ішінде, тегеурінді мінезі, қимас көңіл, бәрін суреттеген. Осы бір күйдің ішіне сыйғызған деп ойлаймын. Дина Қара Қасқат.